Сәлем, қалдарыңыз қалай? Не істеп жатсыздар? Бүгін сіздерге өзімнің бір күнімді көрсеткім келіп отыр. Еңбегімді бағалап кетіңіздер, лайк, комментарий жазып. Бүгінгі көрген видеоларыңыздан сұрақтар пайда болса, комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда соларды айтып талқылайтын боламын. Таңертең тұрып, суымды ішіп, реттеліп, сабағым заттарын дайындап, сабаққа шықтым, бірақ алдымен менде бірінші пар болмайтын болғандықтан клиент жазып қойған едім. Сол клиентіме барайын деп жатырмын, бірақ чуть-чуть кештеу тұрып үлгермей қалдым. Негізі автобуспен барамын деп ойлағам. Сонымен такси шақыру керек болды. Сонымен такси шақырып, ол таксиім келді, далаға шықтым. Дала деген жып-жылы болып тұр екен. Прям негізі осы күнге дейін салқын болып, қар жауып күшті болып тұрған. Бірақ одан кейін неге екенін білмеймін. Кешкісін кеше күн жылып кетті. Сөйтіп таксимен жұмысқа жетіп алдым. Жұмысымның есігін ашып, кабинетімді дайындап, клиентім келгенше де реттестіріп бәрін қойдым. Мынау менің кабинетім. Сөйтіп клиентім келіп тұр екен, соны қабылдайын деп кабинетіме шақырдым. Ал енді жұмыс барысынан бір үзінді болсын. Жұмысым сіздерге қызықты болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Жұмыстан шықтым, енді сабаққа бара жатырмын. Клиентімді қабылдап болдым. Тез автобуспен сабаққа бару керек. Автобустан түсіп колледжге бара жатырмын. Еще менде, бірінші пар жоқ, оған клиент қабылдадым. Екінші пар бар, соған бара жатырмын. Үшінші пар жоқ, и төртінші пар бар қайтып. Сол үшінші пардың несінде неге барам ғой? Сестренкамды мектепке апарам, сосын сояғына қайтып келем. Еще доставка алып кету керек, ал бірістен заказымды алып кету керек. Осындай көріністерді өте қатты жақсы көрем. Сол себепті сіздерге де бөлісейін деп түсіріп жатырмын. Қызық болса осындай видеолар комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Сабағым басталды, қоңырау. Сосын екінші пар осылай аяқталды. Сөйтіп қайтадан формамды шкафыма салып, курткаларымды алып шықтым. Формасыз сабаққа кірмейміз. Сменкасыз. Сөйтіп сабақтан шықтым. Енді бұйыртса сестренкамды алып кетуім керек. Сестренкамды алып кетпестен бұрын бағана айта кеткенде Валберске соғып, өзімнің жұмысымның заказын алып кетуім керек. Спасибо. До свидания. Доставканы алдым. Сестренкаммен неден шығып мектепке бара жатырмыз. Қайтып сояғынан үйге барам. Сабақ көрем. 4 сабақ нешеде өтеді? 5-те өте ма тоже? Все. Онда айым екеуінді бірге алып кетсем ғой. Тура 5-те бітем екен, или шамал кеште бітемі? Тура ма? Так. Хорошо. Неге мен так дедім? Потому что менің екі сестренкам екі бөлек мектепте оқиды, и екеуі бір уақытта шығайын деп жатыр. Екеуінің біреуі мені күтіп қалатын болады. Сол себепті мен ойланып қалдым, так қалай істеген дұрыс деп. Сол себепті үндемей қалдым, ойланып. Келдік. Ма, қайтет. Айналып кетті. Давай. Сестренкам на мектепте қойды. Содан тастадым да. Осы жақтан солға бұрылсам, менің колледжім бар. Соған барам. Төртінші парға, үшінші пар болмады. Соны пайдаланып, сестренкамды сабаққа апарып келдім. Дәл осы жерде мен айта кетейін, мен ешқашан сабақ уақытында видеоға түсірмеймін. Тек қоңырау уақытында және де бос окошқа қалса сабақтан, сол уақыттар ғана түсіремін. Дала аяз. Тоңып қалдым. Сабақтан шығып үйге бара жатырмын.
всегда андай жұмысқа барады ғой сабақтан кейін. Бүгін үйге баратырмын біртүрлі ертерек баратырмын үйге. Сосын екі сестренкамды сабақтан алып келсем, как раз сосын үйде боламыз. А чё так поздно? Бүгінгі күнім дәл осылай өтті. Клиентіме де, сабаққа да, өз шаруаларыма да барлығына үлгердім. Сіздерге осындай форматты видеолар қалай ұнайды ма? Лайв видеолар салсам өмірімнен комментарийға жаза кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса күтемін.